Баршаларыңызға қайырлы күн. Қойдың құйрық майы адам ағзасына өте пайдалы, әсіресе әйелдер қауымына. Түрлі ауруға ем болған қойдың құйрық майынан бүгін сіздермен қызыл бұрышқа мал пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қойдың құйрығын майдалап турап, жақсылап тұздап алып бір түнге холодильникке қойдым. Бұл жерде тұздалған құйрық майдың көлемі көптеу болғандықтан екі бөлікке бөліп алып, бірін дәл осы пищевой пленкаға орап, морозильникке сақтауға қатыруға қойдым. Дәл осылай бөліктерге бөліп сақтасаңыздар, кез келген уақытта тамаққа қолданар кезде қолдану ыңғайлы. Қайнап тұрған суға кешегі тұзы сіңген құйрықты 25-30 минут көлемінде жақсылап қайнатып пісіріп алдым. «25-30 минут көлемінде пісіп болған құйрықты бөлме температурасына салқындатып алдым. Алдын ала дәмдеуіштерді дайындап, қара бұрыш пен чеснокты үккіштен өткізіп, дәл осылай құйрықтың барлық шетіне бірдей тиетіндей етіп, жақсылап малып алдым. Ендігі кезекте құйрықты әсемдеу барысында дәл осы паприканы қолдандым. Бұлай жасамасаңыздар да болады, бірақ паприкаға салынған құйрық өте әдемі көрінеді. Міне достар, осымен тұздалған қойдың құйрығы дайын болды. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаның үстін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қойдың құйрығы өте пайдалы, әрі салқын күнде жақсы желінеді. Дәл осылай пищевой пленкаға орап, морозильникке сақтауға болады.